Оқиға мұхиттың ортасында басталады. Онда үлкен орка кетерінің бір тобы бірге бейбіт түрде жүзеді. Олар судың үстінен секіріп, ашық теңізде өмірлерінің еркіндігіне ие болады. Бәрі тыныш және әдемі болып көрінеді. Бірақ кенеттен қауіп оларға жақындай бастайды. Алыстан аң аулайтын кеме суда жүзіп бара жатқан кетерді байқайды. Бірнеше адам кішкентай қайықты тез теңізге түсіріп, артында үлкен торы бар отарды қуа бастайды. Кетер бір-біріне жабысып, бір-бірін қорғауға тырысады. Бірақ олар адамдар жасаған үлкен тұзақтың алдында дәрменсіз болып қалады. Бұл бейберекетсіздікте бір жас өлтіруші кит торға түсіп қалады. Басқа кетер көмектесуге тырысады. Бірақ олар сәтсіздікке ұшырайды және ақырында кішкентай китті тастап, мұхитқа жоғалып кетуге мәжбүр болады. Ұсталған орканы теңізден алыс Портлендтегі теңіз саябағына апарады. Бірнеше айдан кейін оқиға бізді Портленд қаласында тұратын Джесси есімді баламен таныстырады. Джесси жетім және оның өмірі ешқашан оңай болған емес. Бір күні ол және тағы бірнеше үйсіз балалар мұражай маңындағы адамдардан ақша жинауға тырысты. Әйтеуір, олар бірнеше доллар жинап үлгерді. Сол ақшаға олар туған күніне арналған кішкентай торт сатып алды. Торт өте кішкентай, бірақ олар үшін бұл олардың көптен бергі ең бақытты сәті болды. Кейінірек барлық балалар скейт-паркте бірге отырып, қиын өмірлері туралы әңгімелейді. Олар ата-аналарының оларды қалай тастап кеткені және өз бетінше аман қалу үшін балалар үйінен қалай қашқандары туралы әңгімелейді. Сырттай олар өздерін қорықпайтындай етіп көрсетеді. Бірақ іштей олардың қайғысын жасыру мүмкін емес. Дәл осы сәтте саябаққа кенеттен полиция көлігі келеді. Балалар полицияны көрген бойда үрейленіп, әртүрлі бағытта жүгіре бастайды. Джесси мен оның досы Перри аквапаркке іргелес жатқан ескі қойма ғимаратында тез жасырынып қалады. Олар бұл жерді полициядан жасырынуға тамаша орын деп санайды. Ішінде бәрі қараңғы, тыныш және қараусыз қалған сияқты. Уақыт өткізу үшін екі бала қабырғаларға бүріккіш бояумен сурет сала бастайды. Бір сәтке бәрі қалыпты болып көрінеді. Бірақ содан кейін Джесси кенеттен алып, шыны қабырғаның ар жағынан біртүрлі дыбысты естиді. Дәл осы сәтте аспанда найзағай жарқырайды. Және осы қысқа жарқылда Джесси әйнектің артында үлкен көлеңкенің қозғалғанын көреді. Бұл қандайда бір қорқынышты теңіз құбыжығына ұқсайды. Бұл көрініс Джессиді қатты қорқытады және ол бірден ғимараттан жүгіріп шығады. Бірақ біраз уақыттан кейін Джессидің қорқынышы бірте-бірте қызығушылыққа айнала бастайды. Батылдық танытып, әйнекке қайта оралып, ішке тағы да мұқият қарайды. Міне, сол кезде ол ақыры шындықты білетін болады. Бұл мүлде теңіз құбыжығы емес, алып өлтіруші кит еді. Бірнеше ай бұрын мұхиттан ауланған кит. Кит қалың шыны қабырғалардың артына қамалған үлкен аквариумда жалғыз жүзіп жүр. Джесси бұрын соңды мұндай үлкен және әдемі нәрсені мұндай жақын қашықтықтан көрген емес. Кит суда баяу қозғалады. Бірақ оның көзінде терең қайғы анық көрінеді. Осы кезде Джесси кит екеуі қандайда бір жолмен бір болып кеткен сияқты. Екеуі де бойдақ, екеуі де отбасыларынан бөлініп, екеуін де алып кеткен. Олар шынымен тиесілі әлемнен. Джесси өмірінде бірінші рет біреумен біртүрлі байланысты сезінеді. Бірақ кенеттен сыртта полиция сиреналарының дыбысы естіледі. Джесси ғимараттан тез шығуға тырысады. Бірақ бұл жолы сәттілік оның жағында емес. Ақыры оны полиция ұстап алды. Келесі күні таңертең Джессиді балаларды әлеуметтік қорғау бөліміне апарды. Сол жерде Дуайт есімді офицер оған қатты ренжіген сияқты. Джессиді ренжіткенде, ол Джесси жасауды жалғастырып жатқан барлық қиыншылықтар мен хаостардан шаршағанын айтады. Қойманың қабырғаларын бояғаны үшін жаза ретінде Джессиге сол аквапаркке оралып, кит аквариумының айналасындағы әйнекті жууды бұйырды. Егер ол мұны істеуден бас тартса, оның ісі тікелей кәмелетке толмағандар істері жөніндегі сотқа жіберіледі. Бірақ содан кейін Дуайт оған тағы бір күтпеген жаңалықты жеткізеді. Ол Джессиге ерлі зайыптылардың оны асырап алуға келіскенін айтады. Олардың есімдері Глен және Энни Гринвуд. Алайда Джесси бұл туралы ештеңе естуге қызығушылық танытпайды. Жүрегінде ол әлі күнге дейін тек өзінің шынайы анасы туралы ойлайды. Қазірдің өзінде ол оның бір күні қайтып келіп, оны өзімен бірге алып кететініне сенеді. Сол кезде Дуайт оған ашы шындықты айтады. Ол соңғы 6 жылда анасы туралы ешкім ештеңе естімегенін айтады. Ақыры Джессидің ескі үмітін үзіп, жаңа отбасына мүмкіндік беретін кез келді. Бірнеше сағаттан кейін Дуайт Джессиді Глен мен Эннимен кездесуге апарады. Екеуі де оны көргеніне шын жүректен қуанатын сияқты. Олар оны жылы қарсы алып, оны қабылдағанын сезіну үшін қолдан келгеннің бәрін жасайды. Бірақ Джесси әлі де алыс және тыныш. Ол дұрыс күлмейді, ешкіммен ашық сөйлеспейді. Менің ойымша, ол енді ешкімге сенбейтін сияқты. Сол күні кешкі астан кейін Глен мен Энни оған жаңа бөлмесін көрсетті. Олар оны біраз уақытқа жалғыз қалдырды. Сондықтан ол бірте-бірте бұл бейтаныс үйге үйреніп кетуі мүмкін. Соңғы жылдары алғаш рет Джессидің қорықпай ұйықтай алатын тыныш бөлмесі болды. Біраз уақыттан кейін ол сөмкесінен кішкентай гармониканы алып, оны ақырын ойнай бастайды. Бұл оның бұрынғы өмірін әлі күнге дейін еске түсіретін жалғыз нәрсе. Келесі күні таңертең Глен Джессиге жақсы нәрсе жасауға тырысады. Ол оған жаңа велосипед сыйлайды. Содан кейін оны аквапаркке апарады. Онда Джесси жазасын өтеу керек. Ол жерге келген бойда оған Рендал есімді қызметкермен кездесуді бұйырады. Джесси оны мұхит жағасындағы кішкентай үйде тұрып жатқанын көреді. Рендал тыныш және үнсіз адам. Ол әрең сөйлейді. Ол вақытты босқа өткізбей, Джессиді тікелей Джесси бұрын салған алып су қоймасына апарады. Сосын оған бір шелек су, сабын, губка беріп,
тазалауды бастауды бұйырады. Осы кезде Джесси енді қашуға болмайтынын түсінді. Сондықтан ол жұмысты үнсіз бастайды. Бірақ ол әйнекті жуып жатқанда, оның көзі аквариумның ішіндегі үлкен өлтіруші кит-китіне қарай бұрыла береді. Ол жай ғана бұл көріністен арыла алмайды. Біраз уақыттан кейін қызығушылық оны ашық бассейнге жақындатады. Осылайша ол китті айқынырақ көре алады. Су бастапқыда мүлдем қозғалыссыз қалады. Ол жерде мүлде ештеңе жоқ сияқты. Бірақ кенет қатты шашыраған алып кит судан шығып кетті. Джесси қорқып құлап қала жаздады. Осы кезде Рендал оған тез жүгіріп келіп, оны жазалайды. Ол Джессиге киттен аулақ болуды ескертеді. Рендал орканың аты Вилли екенін және ол адамдарды мүлдем жек көретінін түсіндіреді. Егер біреу оны қатты мазаласа, ол қауіпті болуы мүмкін. Бірақ бір қызығы, Джесси қорқынышты сезінудің орнына Виллиге көбірек қызығушылық таныта бастайды. Бірнеше күннен кейін оның назары жалғыз китке қайта-қайта оралады. Джесси бір күні таңертең аквариум қабырғаларындағы бояу қалдықтарын тазалап жатқан. Жұмысын аяқтаған соң гармоникасын алып, ақырын нәзік әуенді ойнай бастады. Содан кейін ол күтпеген нәрсе болды. Вилли кенеттен дыбысқа жауап бере бастады. Алып кит музыканы мұқият тыңдап тұрғандай, әйнекке ақырын жақындап келеді. Гармоника дыбыстары оны толығымен тыныштандыратын сияқты. Джесси бұл реакцияға таң қалды. Сәлден кейін ол негізгі бассейннің жанына шығып, қайтадан гармоника ойнайды. Бұл жолы Вилли оған одан да жақындай түседі. Ол бірінші рет ашуланбаған сияқты. Керісінше, ол толқып, біртүрлі бақытты болып көрінеді. Бұл сәт екеуінің арасындағы ерекше байланыстың бастауы болады. Көп ұзамай Вилли тіпті Джессимен ойнай бастайды. Ол судан биікке секіреді және соншалықты күшті шашырау жасайды. Сондықтан аквариумның жанында тұрғандардың бәрі суланып қалады. Тіпті теңіз жаяу әскерлерінің жаттықтырушысы Ри де ақырында суға толығымен сіңіп кетеді. Айналадағылардың бәрі күле бастайды. Бірақ Ри өте маңызды нәрсені байқайды. Ол Джесси мен Виллидің бір-біріне өте ұқсас екенін түсінеді. Екеуі де ақылды, екеуі де адамдарға сену үшін барын салады және екеуі де терең жалғыздықты сезінеді. Осыған байланысты Ри Джессиге нақты мүмкіндік беруді шешеді. Ол одан Виллидің жаттығуларына көмектесуін сұрайды. Джессидің бірінші міндеті Виллиге дұрыс балықты таңдау. Бұл елеусіз тапсырма болып көрінуі мүмкін. Бірақ Джесси үшін бұл бәрін білдіреді. Өйткені біреу оған бірінші рет маңызды нәрсені сеніп тапсырды. Бірақ сол түні Джесси ұйықтай алмайды. Ол жатын бөлмесінің терезесінен ақырын шығып, аквапаркке қайта оралды. Бассейннің жанында тұрып, Виллиге гармоника ойнай бастайды. Бұрынғыдай, Вилли дыбысты естиді де, баяу оған жақындай түседі. Бірақ кенет Джесси жақын маңдағы аяқтың дыбысын естиді. Ол үрейленіп, оны біреу көргенше тез жасырынуға тырысады. Қараңғыда оның аяғы кенет тайып кетіп, тура терең шалшыққа құлап кетеді. Джесси дұрыс жүзе алмайды. Ол шарасыздықпен суға құлай бастайды да, ақырын су астына түседі. Су астында Вилли Джессидің резервуарға батып бара жатқанын байқайды. Бірақ оған шабуыл жасаудың орнына алып, кит бірден оның жанына жүзіп кетеді. Вилли басы мен аузын өте мұқият пайдаланып, Джессиді су бетіне итеріп жіберіп, оны аман есен бассейннің шетіне апарады. Джесси әйтеуір бүйірінен ұстап, судан шығып үлгерді. Ол бірнеше секунд бойы қатты жөтелді. Бірақ қазір ол ақыры аман қалды. Артына бұрылып, Виллиге қараса, бұл алып, киттің оның өмірін сақтап қалғанын түсінеді. Джесси ақырын жымиып, Виллиге шын жүректен алғысын білдіреді. Бірнеше минуттан кейін саябақта Рендал пайда болады. Ол жарақат алмағанына көз жеткізу үшін Джессиге тез жүгіреді. Бірақ оны қатты таң қалдырғаны Виллидің Джессиге ешқашан шабуыл жасамағаны. Мұндай нәрсе болады деп ешкім күтпеген. Джесси Рендалға қуанышпен айтады: "Біз қазір доспыз." Содан кейін ол бүгін кешке Виллимен қоштасу үшін келгенін түсіндіреді. Өйткені оның тазалау жазасы аяқталуға жақын қалды. Рендал Джессидің кит туралы қатты алаңдайтынын түсінеді. Осы кезде оның ойына жаңа идея келеді. Ол Джессиді үйіне апарады. Онда Глен мен Энни ол үшін қатты уайымдайды. Олар Джессидің қайтадан қашып кеткенінен қорықты. Рендал оларға сол түні саябақта болған оқиғаның бәрін айтып береді. Содан кейін ол үлкен шешім қабылдайды. Оның айтуынша, егер Джесси қаласа, ол аквапаркте тұрақты жұмысын жалғастыра алады және Виллиге қамқорлық жасауға көмектеседі. Джесси мұны естіген бойда ойланбастан қабылдайды. Глен мен Энни де бұл идеяны қабылдайды. Бірақ бір шартпен. Олар Джессидің енді ешқашан үйден қашып кетпейтініне уәде бергенін қалайды. Джесси бұл жолы шынымен өзгере бастады. Ол оларға шын жүректен өз сөзін береді. Келесі күні таңертең ол қайтадан қуанышпен саябаққа қарай велосипедпен келе жатыр. Бірақ ол жерге келе салысымен біртүрлі бірдеңе естіледі. Вилли қорқыныштан айқайлағандай қатты және азапты айқайлар шығарады. Джесси бірден су қоймасына қарай жүгіреді де, көргені оны шошытады. Вилли алып торға түсіп қалды. Емтихан алушы оған тест тапсыруға тырысады. Риге не болып жатқаны мүлдем ұнамайды. Оның айтуынша, резервуар мұндай тексеру үшін дұрыс орын емес. Бұл бүкіл процесс Виллиді қорқытады және оны ашуландырады. Бірақ саябақ менеджері Уи тек жұмыстың орындалуын қамтамасыз етеді. Ол Виллидің жағдайына мүлдем мән бермейді. Осының бәрін көріп отырып, Джесси енді өзін ұстай алмайды. Ол ақырын ғана жақындап, ешкімге айтпай, жасырын түрде торды ашады. Желі әлсіреген сәтте, Вилли әп-сәтте босап,
қайтадан суда жүзе бастайды. Джесси оның не істегенін ешкім көрмегеніне сеніп, іштей жымиды. Бірақ Рендал мұның бәріне куә болды. Соған қарамастан, ол ашуланбайды. Оның орнына ол Джессиді мақтайды. Өйткені ол қазір Джессидің Виллиді шынымен жақсы көретініне толық сенімді. Кейінірек Джесси Виллиге арнайы балық сатып алу үшін порттың жанындағы балық базарына барады. Сол жерде ол күтпеген жерден өзінің ескі досы Перримен кездеседі. Перри оған қазір қылмыскерде жұмыс істей бастағанын айтады. Ол тіпті Джессиден қашып, оған қосылуын сұрайды. Джесси бұл туралы ойланамын деп жауап береді. Бірақ оның жүрегі басқа жерде. Ол шынымен де саябаққа оралып, Виллиді қайта көргісі келеді. Ол аквариумға жақындаған бойда Вилли үшін балықты суға лақтырып жібереді. Бірақ балықты бірден жеудің орнына Вилли Джессиге баяу жақындап, Джессидің оны қолымен тамақтандырғанын қалайтындай аузын ашады. Джесси бір сәт қобалжып күледі. Ол қалжыңдап, жарайды, мені тістеме, дейді. Бір таңқаларлығы, Вилли мүлдем сабырлы. Джесси балықты аузына ақырын салады. Ал Вилли оны еш қиындықсыз ақырын жейді. Бұл олардың қарым-қатынасындағы бетбұрыс нүктесіне айналады. Енді Джесси ақыры Виллидің басына қол тигізуге батылдық танытады. Ал Вилли оған мұны істеуге мүмкіндік береді. Вилли Джессиге бүкіл саябақтағы басқаларға қарағанда көбірек сенетіні белгілі болды. Джесси кетуге дайындалып жатқанда, Вилли оны тоқтатуға тырысады. Ол аквариумда қасында жүзе бастайды. Содан кейін кенеттен Вилли Джессидің қимылдарын көшіре бастайды. Джесси қолын жоғары көтергенде, Вилли де қанатын дәл осылай көтереді. Бірнеше минут бойы олар көңілді кішкентай балалар сияқты бірге ойнай береді. Жақын жерде тұрған Рендал не болып жатқанын көріп, шошып кетті. Ол не болып жатқанын көрсету үшін Рейді тез шақырады. Рей бұл көрініске қатты таңғалды. Ол Виллидің Джессимен өзін қауіпсіз сезінетінін түсінеді, және бұл тіпті өзі де ешқашан таба алмайтын сенім деңгейі. Кейінірек Рей Джессимен оңаша сөйлеседі. Ол Виллиді тиісті жабдықсыз тексеруге тырысу үлкен қателік болғанын мойындайды. Осы тәжірибеге байланысты Вилли оған ашуланып, енді оған толықтай сенбейді. Содан кейін Рей тағы бір маңызды мәселені ашады. Ол Виллидің денсаулығы мен бақытты болуы үшін оған әлдеқайда үлкен резервуар қажет екенін түсіндіреді. Ол қазір тұрып жатқан су қоймасы ол үшін тым кішкентай, бірақ ең үлкен мәселе саябақ иесі мырза, нөмірді теріңіз. Ол жануарларға мүлдем қарамайды, тек ақшаға ғана мән береді. Ол Вилли саябақтың басты көрікті жеріне айналып, ақылы келушілерді көбірек тарта бастаса ғана жаңа аквариум салуға келіседі. Мұны естіген Джесси үлкен шешім қабылдайды. Ол алып, кит бүкіл саябақтың нағыз жұлдызына айналу үшін Виллиді үйретуге көмектесемін деп шешті. Көп ұзамай жаттығулар ресми түрде басталады. Рей Джессиге Виллиді кішкентай жаттығу таяқшасымен басқаруды үйретеді. Вилли трюкті дұрыс орындаған сайын, немесе команданы орындаған сайын сыйақы ретінде балық алады. Ереже қарапайым болды. Трюк жасап, балық ал. Сонымен қатар, Рендал Джессиге өмірлік маңызды сабақтарды өзінің ерекше тәсілімен үйрете бастайды. Бір күні Рендал Джессиге балалық шағындағы ескі оқиғаларға толы кітапты сыйға тартады. Бұл тайпалық дәстүрлер. Кітапта Ноотка есімді жауынгер туралы айтылады. Аңыз бойынша, Ноотка бір кездері мұхиттың ортасында адасып кеткен. Аман қалу үшін ол ағаш діңінен шағын қайық жасап шығарған. Бұл қайықтың пішіні алып, теңіз жәндігіне ұқсайтын. Ол қайықты суға түсіріп, ата-бабаларына дұға еткенде, қайық сиқырлы түрде өзгерді. Ол тірі жанға айналды, және әңгімеде ең алғашқы өлтіруші киттің осылай дүниеге келгені айтылады. Джесси бұл оқиғаға қатты таңғалды. Кейінірек ол тіпті бұл оқиғаны Эннимен бөлісті. Бірте-бірте Джессидің жүрегі оған қарай ашыла бастайды. Ол енді бұрынғыдай одан қашықтықты сақтамайды. Сонымен бірге Джесси мен Виллидің достығы күннен күнге нығайып келеді. Джесси қазір Виллиге үнемі жаңа амалдарды үйретіп отырады. Ол күн сайын дерлік оған арнайы жаңа піскен балға келеді. Жаттығу кезінде ол Рей мен Рендалға олардың жұмысына да көмектеседі. Бірақ әр кеш сайын бүкіл саябақ тыныштыққа батып бара жатқанда Вилли ұзақ және қайғылы дыбыс шығарады. Менің ойымша, ол біреуді, мүмкін мұхиттың арғы жағындағы отбасын шақырып жатқан сияқты. Джесси мұны толық түсіне алмайды. Бірақ бірте-бірте ол Виллидің іштей жалғызсырап тұрғанын және оның өмірінде маңызды бір нәрсе жетіспейтінін түсіне бастайды. Бұл арада мырзаның алдында үлкен сөз сөйлейтін күн келді. Циферблат барған сайын жақындай түсуде. Осыған байланысты Джесси мен Вилли бұрынғыдан да көп жаттығуды бастады. Джесси Виллиге ауада жоғары секіруді, суда айналуды және тіпті бұйрық бойынша қанатын бұлғауды үйретеді. Бір күні Джесси ақыры аквариумға өзі кіріп, Виллиді арқасына отырғызуға батылдық танытады. Алып өлтіруші кит оны ешбір қорқынышсыз суда тынышы алып жүреді. Бір сәтке олар бірге ұшып бара жатқандай сезінемін. Жаттығу аяқталғаннан кейін Джесси Виллиді сүйіспеншілікпен мақтап, тілін ақырын сипады. Бірдері оған бұл Виллидің қол тигізгенді ұнататын сүйікті жер екенін айтты. Осы уақытқа дейін олардың байланысы бұрынғыдан да күшті болды. Сол күні Джесси велосипедпен Гленнің жұмыс орнына барады. Ол Энни дайындаған таңғы ас қорабын жеткізуге келді. Гленнің жұмысын аяқтауын күтіп тұрғанда, Джесси қызығып үйді аралай бастайды. Дәл осы сәтте оның көзі кенеттен қабырғада ілулі тұрған отбасылық суретке түседі. Бірақ содан кейін ол жүрегіне терең әсер ететін нәрсені байқайды. Фотосуреттердің бірінде оның жеке суреті Эннидің суретінің жанына қойылған.
ол шынымен де олардың отбасына тиесілі сияқты. Мұны көрген Джесси бір сәт үнсіз қалады. Содан кейін ол қасында Гленнің анасының ескі суретін байқайды. Гленн анасының бірнеше жыл бұрын қайтыс болғанын түсіндіреді. Мұны естіген Джесси бірден анасын есіне алды. Жүрегінде ол әлі де бір күні ол қайтып келіп, оны өзімен бірге алып кетеді деп үміттенеді. Бірақ Гленн оған шындықты ақырын түсінуге тырысады. Ол бала асырап алу орталығының мәліметінше, көп жылдар бойы оның анасы туралы ешкім ештеңе естімегенін түсіндіреді. Джесси мұны естіген сәтте оның ішіндегі бірдеңе жарылып кетеді. Ол ашуланып, ренжи бастайды. Дуайт оған ешқашан сенбегендей, Гленн де анасына сенбейтін сияқты. Ашу мен қайғыға батқан Джесси велосипедін алып, нөсер жаңбырдың астында үйден шығып кетеді. Гленн мен Энни ол үшін қатты уайымдайды. Біраз уақыттан кейін Джесси ақыры үйіне қайтады. Екеуі не болғанын сұрайды. Бірақ Джесси дұрыс жауап беруден жалтарады. Оның орнына ол әлі де олармен ұзақ тұрмайтынын салқын түрде айтады. Мұны естігенде атмосфера одан сайын ауырлай түседі. Гленн Джессиді асырап алу дұрыс емес шешім болған шығар деп үнсіз айтады. Энни одан бұл сөздерді естігенде бірден ренжіді. Осы уақытта Джесси бөлмесіне барады. Онда оны жаңа бейсбол күтіп тұр. Бұл Гленн мен Эннидің кішкентай сыйы еді. Джесси бұл үшін оларға алғыс айтқалы жатқанда, кездейсоқ Гленнің айтқанын естіді. Гленн бұған дейін Энни екеуінің өмірі әлдеқайда жеңіл болғанын айтады. Джесси мұны естіген сәтте оның жүрегі жарылып кетеді. Ол ашуланып, бейсболды алып, оны жатын бөлмесінің терезесіне лақтырып жібереді. Шуды естіген Гленн мен Энни бөлмеге тез жүгіріп кіреді. Бірақ Джесси оларға шындықты айтудан бас тартады. Керісінше, ол өтірік айтады және олардың төменгі қабаттағы төбелесінен қорқатынын айтады. Енді Гленн өз сөзіне қатты өкіне бастады. Ол Джессиден кешірім сұрап, оған өте маңызды нәрсені айтады. Оның айтуынша, Джесси қазір ресми түрде ғана емес, шын жүректен де біздің отбасымыздың бір бөлігі. Бірте-бірте үйдегі шиеленіс ақыры басыла бастайды. Келесі күні таңертең бұрын болғанның бәрін түзеткісі келгендей, Джесси Виллиге тағы бір рет жаңа піскен балық сатып алу үшін базарға қайтады. Бірақ саябаққа қайтып бара жатқанда, ол Перриге тағы да соқтығысады. Перри оны қайтадан өз тобына қосылуға шақырады. Ол бірге қашып, бұрынғыдай жаңа өмір бастау туралы айтады. Бірақ бұл жолы Джесси ойланбастан бірден бас тартады. 2 рет. Ол енді бұрынғы өміріне қайта оралғысы келмейді. Ол үшін қазір шынымен маңызды нәрсе Вилли. Перри бұл аймақтан кетеді. Ал Джесси жаттығуды жалғастыру үшін саябаққа қайтады. Міне, үлкен күн келді. Саябақтың иесі, мырза, диал көрермендер арасында отырып, қойылымды тамашалауға өзі келеді. Барлық назар әлі де Виллиде. Аквариумның жанында тұрған Джесси трюктерді орындау үшін Виллиге сигнал бере бастайды. Вилли төңкеріліп жүзіп, бұйрық бойынша су шашады және бірнеше секундтан кейін қайтадан суға секірмес бұрын резервуардан сырғып шығады. Бұл қойылымға бүкіл халық таңғалды. Тіпті мырза, даял қатты әсер еткен сияқты. Сайып келгенде, ол Виллидің саябақ үшін өте маңызды екендігімен келіседі. Осыған байланысты ол оған әлдеқайда үлкен резервуар салуды мақұлдайды. Оған қатысқандардың барлығы үшін бұл үлкен жеңіс. Бірнеше күннен кейін саябақта Виллидің басты көрікті жеріне айналатын жаппай қоғамдық шоу ұйымдастырылады. Сол күні түстен кейін бүкіл стадионға адамдар лық толды. Барлық орындар қуанышты келушілерге толы болды. Бірақ мен басынан бастап бір түрлі нәрсені сезіндім. Вилли мазасыз және ыңғайсыз болып көрінеді. Оның айналасында тым көп шу бар. Адамдар айқайлап, қол шапалақтап, қатты қол шапалақтап жатыр. Мұның бәрі оны мазалайтыны анық. Рей мен Джесси шоуды бастауға дайындалып жатыр. Рей ысқырықты соғып, шоу ресми түрде басталады. Джесси Виллиге алғашқы трюк үшін белгі береді, бірақ Вилли тіпті қозғалмайды. Оның орнына ол ұзақ және азапты айқай шығарады. Джесси қайталап көреді. Ол бұл шоудың қаншалықты маңызды екенін біледі. Бұл Виллиге жақсы өмір сыйлайтын мүмкіндік болды. Бірақ Вилли әлі де кез келген трюк жасаудан бас тартады. Ол тек резервуардың айналасында жүзуді жалғастырады. Үнемі қайғылы дыбыстар шығарады. Енді көрермендер ренжи бастады. Кейбір адамдар тіпті оны қатты дауыстай бастайды. Джесси бір уақытта абдырап, жүрегі сыздап қалады. Бірақ содан кейін жағдай кенеттен нашарлай түседі. Резервуардың жанында тұрған бірнеше балашыны қабырғаларды қатты ұра бастайды. Бұл қатты дыбыс Виллиді одан сайын шошытады. Бұл стресс. Кенет ашуланып, ол бар жылдамдықпен тура әйнекке қарай ұмтылды. Содан кейін ол жарылды. Резервуардың әйнегі бөліктерге бөліне бастайды. Дүрбелең әп сәтте жан жаққа тарап кетеді. Адамдар қорқыныштан айғайлап, жан жаққа шашырай бастайды. Бірнеше секундтан кейін бүкіл саябақ толығымен хаосқа түседі. Осы уақытта Джесси бәрі оның кесірінен болғанына сене бастайды. Ашу мен қайғыға батып, саябақтан шығып кетеді. Гленн мен Энни оны тыныштандыруға тырысады. Бірақ бұл жолы Джесси ешкімді тыңдаудан мүлде бас тартады. Біраз уақыттан кейін оған тіпті Дуайт келіп, онымен сөйлесуге тырысады. Бірақ ашуланған Джесси бәрін артқа тастап, оның орнына нағыз анасын іздеуге баратынын айтады. Дәл осы кезде Дуайт оған ашы шындықты ашады. Оның айтуынша, Джессидің анасы оны баяғыда тастап кеткен және ол үшін ешқашан оралмаған. Бірақ Джесси бұл сөздерді қабылдаудан бас тартып, қайтадан бәрінен қашып кетеді. Бірнеше сағаттан кейін Джесси өз бөлмесінде жалғыз отырып,
Вилли туралы ойлауын тоқтата алмайды. Ол бірте-бірте Виллидің айқайы бұрын басқаша естілетінін түсінеді. Ол алыстан біреуді шақырып жатқанда естілді. Ақырында Джесси уәдесін бұзып, саябаққа жасырын түрде тағы бір рет оралады. Алғашында ол Виллиге ашуланады. Ол Вилли өзінің жақсы өмір сүру мүмкіндігін жойды деп санайды. Бірақ содан кейін Джесси аквариумның жанындағы баспалдаққа көтеріліп, саябақ қабырғаларының сыртына және ашық мұхитқа қарайды. Міне, сол кезде ол мынаны естиді. Басқа өлтіруші китердің дыбыстары. Оны теңізден шақырған Виллидің отбасы болды. Енді Джесси бәрін түсінді. Дәл осы себепті Вилли осы уақыт бойы қатты қайғырды. Ол отбасын сағынып, бостандықты армандады. Сол кезде Джессидің жүрегі сыздап кетті. Ол жарылып жатыр. Ол Виллиді мәңгілікке қамауда ұстай алмайтынын түсінеді. Бірақ кенет төменнен, су қоймасының жанынан дауыстар естілді. Джесси жасырын түрде төмен қарап, көргеніне таңғалады. Саябақ менеджері мен бірнеше жұмысшы сынған су қоймасынан зақымдалған бөлшектерді алып жатыр. Бірте-бірте көбірек су қауіпті жылдамдықпен ағып кете бастады. Олар резервуарды мүлде жөндеуге тырыспады. Олар әдейі зиянды күшейтті. Сол кезде Джесси жан түршігерлік шындықты түсінді. Бұл адамдар су қоймасының құлағанын қалады. Виллидің өлгенін қалайды. Осылайша саябақ кейіннен $1 миллион сақтандыруды ала алады. Бұл жаңалық Джессиді қатты үрейлендірді. Ол дереу үйіне Рендалға жүгіріп барып, оған бәрін айтып берді. Рендал залалды жеке өзі тексеріп, мұның бәрі басынан бастап жоспарланғанын түсінді. Қазіргі уақытта танкты құтқаруға уақыт қалмады. Бізде шығудың бір ғана жолы қалды. Виллиді босату. Олардың жоспары өте қауіпті. Алып, кран мен зембілді пайдаланып, олар Виллиді резервуардан шығарып, тіркемеге тиеп, мұхитқа қайтарады. Рендал көмектесуге келісуден тартынбайды. Сәлден соң Риде сол жерге келеді. Ол саябақ иесі шындықты білсе, олардың барлығында үлкен қиындықтар болуы мүмкін екенін біледі. Бірақ соған қарамастан, ол Виллиді құтқаруға көмектесуді шешеді. Резервуарды сумен толтыру үшін таба алатын барлық су сорғыларын іске қосады. Вилли сәл ұзағырақ өмір сүру үшін көбірек су қосыңыз. Осы уақытта Рендал кран жабдықтарын дайындай бастайды. Судың жанында тұрған Джесси оған үнсіз қоңырау шалып, "Жүр, балам", деді. Алып, өлтіруші кит оларға қарай ақырын жүзіп келеді. Вилли Джессиге толықтай сенді. Тіпті бұл жолы ол қорықпай оның даусына ерді. Бірақ кенеттен жарылған резервуар әйнегі қысымға төтеп бере алмады. Ескертусіз су керемет жылдамдықпен атқылай бастайды. Енді оларға мүлдем уақыт қалмады. Мұны көрген Джесси еш ойланбастан тікелей резервуарға секіреді. Ол Виллидің жанына жүзіп барып, оны зембілге қарай ақырын бағыттай бастайды. Бірақ тапсырма оңай болған жоқ. Вилли өте үлкен болды. Ал аквариумда оны дұрыс жылжыту үшін әрең орын болды. Ұзақ күрестен кейін олар ақыры Виллиді дұрыс орналастыра алды. Джесси зембілдің айналасындағы арқандарды тез тартып алады. Осы кезде Рендал кранды іске қосады. Алып өлтіруші кит баяу ауаға көтеріліп, ақыры резервуардан шығарылды. Бірақ ең қиыны әлі алда еді. Енді олар қандай да бір жолмен Виллиді мұхитқа қайтаруға мәжбүр болды. Джесси бірден Рендалдың үйіне жүгіріп барып, әкесінің жүк көлігін қайтарады. Содан кейін кранның көмегімен Виллиді үлкен тіркемеге отырғызып, жүк көлігіне бекітеді. Осыдан кейін барлығы орман жолдарымен теңізге қарай жүре бастайды. Бірақ жарты жолда олардың көлігі кенет тоқтап қалады. Жолдың ортасында үлкен бөрене жатыр. Олар жүк көлігін кері бұруға тырысады. Бірақ ауыр салмақтың салдарынан дөңгелектер балшыққа батып кетеді. Енді олар торттарындағы шайтанның тұзағына түсіп қалды. Дәл сол кезде Джессиге кенеттен бір ой келді. Жүк көлігінің коммуникаторын пайдаланып, ол Глен мен Энниге хабарлама жіберді. Бұл арада Глен мен Энни оны барлық жерден іздеп жатыр. Олар тіпті полициядан көмек сұраған. Кенет шерифтің рациясынан Джессидің дауысы шықты. Екеуі бірден оған қарай жүгіреді. Олар оқиға орнына жеткенде, Джесси олардан Виллиді құтқаруға көмектесуін өтінеді. Барлық қауіп-қатерге қарамастан, Глен көмектесуге келісуден тартынбайды. Ол Рендалға шынжырларды жүк көлігіне байлап қоюды айтады. Сонда олар оны тартып алады. Осы кезде Джессидің жүрегінде бір нәрсе өзгереді. Ол алғаш рет Гленді жай ғана қамқоршы емес, нағыз әке ретінде көреді. Джесси жүгіріп келіп, оны қатты құшақтайды. Олар бірге жүк көлігін шығарып, мұхитқа қарай жүре береді. Бірақ ұзақ сапар Виллиге жаман әсер ете бастайды. Оның терісі кебе бастайды. Ал таңның атысы жақындай түседі. Дәл осы кезде Гленге тағы бір ой келеді. Олар жақын маңдағы көлік жуатын орынға келіп, Виллиді тірі қалдыру үшін оны үнемі үлкен шлангтармен суарады. Ақырында олар мұхит жағасына жетеді. Бірақ олар әрі қарай жүруге дайындалып жатқанда, мырза Диал мен оның адамдары кенеттен олардың жолын жауып тастайды. Ол кез келген жағдайда $1 миллион сақтандыруын жоғалтудан бас тартады. Бірақ бұл жолы Глен шегінуден бас тартады. Ол жүк көлігін оларға жылдамдықпен айдап барады. Соңғы секундта адамдар үрейленіп, бүйіріне қарай секіреді. Содан кейін Глен жүк көлігін ақырын кері бұрып, суға қарай бұрады. Тіркеме еңкейіп, Вилли ақыры мұхитқа қайта сырғып кетті. Ол ақыры босап қалды. Бірақ ол әлі де өте әлсіз. Осы уақытта Диалдың адамдары оларға шабуыл жасамақшы болды. Бірақ Рендал және Глен оларды ұстай алды. Суда Джесси Виллиге қоңырау шалып,
оны алға ұмтылуға шақырады. Бірте-бірте Виллиге күш қайта орала бастайды, және ол қайтадан жүзе бастайды. Бірақ бұл жерде тағы бір қауіпті мәселе туындайды. Екі аңшы қайық мұхиттың арғы бетіне алып, торларды шашып жіберді. Джессидің жүрегі қорқыныштан соға бастады. Егер Вилли осы торларға түсіп кетсе, бәрі бітті. Кенет Джесси жағаға жүгіріп шығып, үлкен тас үйіндісіне көтерілді. Қолын бұлғап, Виллиді қасына шақырды. Вилли бірден бағытын өзгертіп, Джессиге қарай жүзіп кетті. Бірақ қазір олардың алдында соңғы кедергі тұр. Жартастардың үлкен қабырғасы. Ал екінші жағында оларды ашық мұхит күтіп тұр. Джесси енді бір ғана жол бар екенін түсінді. Вилли өзінің соңғы және ең үлкен трюкін орындау керек. Тастардың үстінде тұрып, Джесси қолын көтеріп, бір кездері Рендал үйреткен ескі дұғасын баяу қайталайды. Вилли артқа шегініп, бар күшін жинайды. Содан кейін бір үлкен секіріспен алға ұмтылады. Алып, өлтіруші кит ауада биік жартастардың үстінен ұшып өтіп, арғы жағындағы ашық теңізге аман-есен құлады. Вилли ақыры үйіне қайтты. Мұхиттың арғы жағында басқа өлтіруші китер оған қарай жүзе бастайды. Оның отбасы ақыры қайта қосылды. Жағада тұрған Джесси не болып жатқанын үнсіз бақылап отыр. Оның көзінде мұң бар, бірақ сонымен бірге бақыт бар. Өйткені ол енді шынайы махаббат біреуді азат ету екенін түсінеді. Ол китті құтқарып қана қоймай, ең жақын досына өзінің шынайы әлемін қайтарып берді. Бұл фильм туралы не ойлайсыз? Төмендегі түсініктемелерде өз ойларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Егер сізге бұл видео ұнаған болса, лайк басуды және каналға жазылуды ұмытпаңыз. Осылайша осындай таңғажайып оқиғаларды жіберіп алмаңыз. Келесі видеода кездескенше